كبش ذبيح بذكر Сіздің күйеу ретінде әйеліңіздің алдында міндеттеріңіз бар. Сіз оны отбасынан, ата-анасының қорғауынан алып кеттіңіз. Оның қамқоршысы бар еді, яғни уәлиі әкесі болды. Әкесінің мақсаты қызының бақытты және қауіпсіздікте болуы. Анық айтқанда оны ешкім ренжітпей, кемсітпеу. Әкесі қызын физикалық, эмоциялық, рухани қысымнан және де тағы басқа зорлық-зомбылықтан қорғайды. Осының барлығы әкенің рөлі. Сіз үйленгенде, яғни некелескенде, мен келістім деген сөзден бастап, әкесінің жасаған рөлі сізге өтті. Енді сіз жарыңызды қорғау керексіз, тіпті әкесінен де артық. Себебі сіздің әйеліңізбен қатынасыңыз әкесінен кеңірек. Ол балаларыңыздың анасы. Бұл кәдімгідей маңызды. Сондықтан сіз оған қалқан болу керексіз. Бұнымен қатар сіз баласыз, анаңыз бен әкеңіздің ұлысыз. Біздің дініміз ата-анамызға уф деп сөйлеудің өзіне қатаң тыйым салады. Сізге оларға дауыс көтеруге мүлдем болмайды. Енді сіз екі жақтан тартысқа түсесіз. Сіздің әйеліңіздің алдында маңызды міндеттеріңіз бар. Мithaqan ghalidha, the Quran calls it. Бұл Құранда нақты контракт деп аталады. Қатаң келісім шарт. Неке бұл жеңіл ойын емес. Ал басқа жағынан сіздің ата-ана алдында дәл осындай үлкен міндеттеріңіз бар. Кейде осы екі жолдың ортасында таңдау керек болады. Сізге бір линия сызып, мен мынаны әйелім үшін істеймін, осылай қамқорлық жасаймын, осылай оны қорғайтын болам. Ал ата-анама былай деймін, сіздер маған қалаған нәрсеңізді жасаңыздар, ұрсыңыз, ұрыңыз, еркелеңіз, себебі мен сіздің балаңызбын, не қылсаңыз да мен қабыл етемін. Бірақ сіз анаңызға тиісе алмайсыз, тіпті сөз айтуға ақыңыз жоқ, ол сіздің балаңыз емес, ол сіздің жауапкершілігіңізде емес. Білесіз бе, менің туған жерімде кейбір адамдар келін түсіргенде былай дейді. Ол біздің қызымыз сияқты, біздің жаңа қызымыз бар. Осындай сөздер естігенде абай болыңыз. Қыздар байқаңдар, себебі сен қызым сияқтысың деген кезде қиындықтар болады. 1-2 апта өткеннен кейін сіздің тамақты қалай істегеніңіз, немесе істемегеніңіз туралы комментарийлер түседі. Тұзын көп салып қойдың, немесе үй жинамадың, жалқау деген сияқты. Жоқ, келін мен ата-енесінің қарым-қатынасы екі жақтың сыйластығына байланысты. Үйдегілер келінге құрметпен қарау керек, ал келін үйдегілерге құрмет көрсету керек. Әңгіме әйеліңіздің міндеті мен еркіне келгенде, ол ата-анаңызға бағынуға міндеті жоқ. Кешіріңіз, егер сіз осы күнге дейін осылай ойлап келсеңіз, ол маған аянышты. Бірақ сіздің әйеліңіз ата-анаңызға бағынуға міндетті емес. Ал егер сіз оны бағынуға мәжбүрлесеңіз, бұл әділетсіз болады. Ата-анаға бағыну ердің мойнында. Өз-өзіңізге әрдайым бақылау жасаңыз, қарым-қатынасыңыздың дұрыстығына. Бұл міндет пен тұрақтылық. Истиқама деген сөз бар. Бұл әділдік. Әділ болыңыз. Сіздермен бөліспеген бір ойым бар. Еркектер әйелін тек қорғау мен қамқорлық емес, оларды бағыттап, өмірлік мақсаттарын анықтауда көмек беру керек. Былай айтқанда күйеуі жарына ұстаз болуы тиіс. Міне сізге не керек? Қымбаттым, қане, мен саған мына мақсатыңа жетуге көмектесейін. Кейбір отбасында қаншама келеңсіз жағдайлар болып жатыр. Өмірлік мақсаттары баяғыда сөніп қалған әйелдер бар. Жетім балаларға үй салғым келеді, кітап жазғым келеді деген сияқты армандар. Оларға қолдау мен мүмкіндік есігін ашу керек. Я, сен осылай істей аласың деу керек. Бисмиллахир-рахманир-рахим. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Құрметті көрермендер, осы видеоға лайк басып, арнамызға жазылыңыздар және достарыңызбен де бөлісуді ұмытпаңыздар.